Саламатсыздарма, құрметті менің көрермендерім. Анкарадан сәлем. Мен Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Бүгін ауа райының қолайлы, жылы, күн шығып жарқырап тұрғанына байланысты Анкараның біраз маңызды жерлерін аралайын деп шештім. Бірінші барып көрейін дегенім Атакүле мұнарасы. Ол Анкараның бейресми мықты эмблемаларының бірі болып саналады. Сондықтан сол Атакүледен бастайын дедім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тағы да қайталап өтейін, Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Сонымен қазір Атакүледен сіздерге сәлем. Мына Атакүле деген мұнара. Биіктігі 125 метр екен. Анкараның төрінде орналасқан. Бұл жерде смотровая башня бар екен, телебашня бар екен, ресторан, торговый дом. Солардың барлығы осы Атакүле деген комплекстің құрамына кіреді. Атакүле деген мұнараны 1987 жылы бастап, 1989 жылы аяқтапты. Бұның төбесінде айналып тұратын ресторан бар дейді. Ол 360 градусқа 1,5 сағатта айналып круг жасайды екен. Айналмалы ресторандар бар екен. Сондықтан енді өте әдемі жасалған. Бүкіл айналаңды, бүкіл Анкараны көріп отырасың. Бұның өзі төбеде орналасқан ғой, сондықтан айналаны ол башняның, мұнараның төбесіне шықпай-ақ көруге болады. Енді мынаны алысқа бармай-ақ қазір мен сіздерге көрсетейін. Таудың ортасында үйлер салынған, байқап. Көрініп тұр ма? Анкара. Енді үлкен қала, енді 5 миллион халқы бар ғой. Айналамыздың бәрі, Анкараның барлығы алақанда тұрғандай болып көрініп тұр. Үйлер әрпішінді, бірақ көбісі өзіңіз қараңыздар, байқаңыздар. Қызыл кірпішпен, черепицамен жабылған, орта биік емес үйлер. Тап қасында ана тауды кім көріп тұр? Қар басқан аппақ тау, қары ешқандай да ерімеген. Қазір деген бүгін Анкарада күн жып-жылы болып тұр. 15 градус бар шығар. Қаланың тап түбінде аппақ қар басқан төбелер тұр. Тағы да Атакүлені көрсетіп кетейін. Біздің бәйтерек сияқты бұлардың мұнарасы, мұны Атакүле деп аталады. Мұны қала алақанда тұрғандай. Әр төбенің айналасында үйлері бар, биік-биік этаж үйлер көрініп тұр. Қырлар да, төбелер де тап жанында. Ауа райының күн жылы екенін пайдаланып, адамдар да толып жүр. Демалысқа келгендері бар болар. Себебі білесіздер ғой, түріктер өте патриот халық. Олар өздерінің осындай жерлеріне Атакүле, тағы да басқа жерлер бар, оны біртіндеп кейін көрсетемін. Әсіресе Анит Кабыр деген жері бар, оны да үлкен жеке түсірілім қылып түсіремін. Сол жерде туристердің көбісі өздері түріктер. Өзімді де көрсетіп қояйын. Менің отражением. Сіздерге сәлем жолдаймын.
мұнараның түбінде парк. Таза ауада қыдырып жүрген жастар, дорожкалар, скамейкалар, орындықтар. Менің артымда панорамаға қарап қойыңыздар. Жастар осыған демалып. Демалып жүр бәрі. Рахат. Торговый домның ішінен кішкене естелік түсіріп өтейін. Бірақ әр торговый домдардың өзінің бәрі ұқсас қой. Сонда да кішкене түсіріп өтемін. Қызық болса қараңыздар. Фудкарт, кино. Торговый дом. Брендтерді көрсетпей ақ қояйын, сол көбісі біздегідей. Және әрине өздерінің брендтері де бар. Тағы да Анкарадан кішкене кусок бөлігі.